Шыдай бір сүйкімді қыз өмір сүріпті. Анасы оның өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйікті ерке немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп қызына: Қызым, бері келші, мына бәлішпен бір құты майды әжеңе апарып, қай жағдайын біліп қайтты. Алақай, әжеме баратын болдым. Жарайдан ашым, апарып берейін. Ананың сөзін ек етпейтін телпек әжесіне аттанады. Әжесі тұратын ауылға жету үшін орман арқылы өту керек. Қызыл телпек орманда жалғыз жүру үшін қаншалықты қауіпті екенін білмеді. Бір кезде алдынан қасқыр шыға келді. Қызыл телпек, қызыл телпек, сен қайда барасың? Мен әжемнің ауылға барамын. Әжем ауылдың шетінде тұрады. Терменің жанындағы бірінші үйде. Бұл кезде жақын маңда отыншылар ағаш кесіп жатты. Солардың дауысын естіп, қасқыр тиіспеді. Қызыл телпектің әжесінің тұратын жерін біліп алып, алдымен әжесін жемекші болды. Жарайды, мен де сенімен бірге барып, әжеңнің жағдайын сұрап қайтайын. Кел екеуміз жарысайық. Әжеңе қайсысымыз бірінші жетер екенбіз. Сен мына жолмен, ал мен ана жолмен барайын. Қасқырдың ұсынысына келіскен қызыл телпек ұзақ жүретін жолға түседі. Қызыл телпектің әжесінің үйіне ерте жеткен қасқыр есік қағады. Әже, бұл кім? Әже, бұл мен ғой қызыл телпек. Мен сізге қонаққа келдім. Анам сізге бәліш пен бір құты май беріп жіберді. Бұл кезде ауырып төсек тартып жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады. Үш әжемен қасқыр бас салып, әжені бітеумен жұтады. Қасқыр әжесінің орнына жата салады. Сәлден соң есікті қызыл телпек қағады. Бұл кім? Әжемнің даусына не болуы мүмкін? Тамағына салғым деген шығар. Бұл мен, сіздің немереңіз, қызыл телпекпін. Мені анам жіберді. Тұтқаның жанындағы жіпті тарта қой қызым. Сонда есік ашылады. Сәлеметсіз бе, әже? Амансың ба қызым? Менің қасыма келе ғой. Жолдан шаршап келген шығарсың. Отырып демал. Әже, сіздің қолыңыз неге үлкен? Сені қатты құшағыма басу үшін қызым. Әжетай, құлағыңыз неге сондай үлкен? Сені жақсы есту үшін қызым. Әже, сіздің көзіңіз неге үлкен? Сені жақсы көру үшін қызым. Әже, сізіңіз неге үлкен? Сені тезірек жеу үшін қызым. Қызыл телпектің бақытына қарай дәл осы сәтте үйдің қасынан бір отыншы өтіп барады. Отыншы қасқырдың дауысын естіп, үйдің терезесінен қарайды. Үйге жүгіріп кіріп, қасқырдың қанын жарып